Ұйқыдан тұрғанда неге шаршап тұрамыз? Осы тақырыпта кішкене әңгіме айтып жіберейік. Яғни біз ұйқыдан тұрған кезде шаршап тұрамыз. Біріншіден біз кеш жатамыз. Екіншіден тиктоктағы әрбір 15-20 минуттық видеоларды көріп, оны ми қорытпай, шаршағаннан қолыңыз бетіңе түскен, сотка бетіңізде түскен кезде оянып кетіп, сөйтіп барып ұйықтайсыз. Яғни сіздің біріншіден миыңыз демалып жатқан жоқ. Екіншіден ана көрінген қысқа видеолар сіздің миыңызда қорытылып тұрған жоқ. Және де сіз кешегі бастаған ісіңізді аяқтаған жоқсыз. Вот сондықтан сіз шаршап тұрасыз. Біріншіден сіз бүгін жасалатын істеріңізді жасап тастаңыз. Екіншіден телефонды азайтыңыз. Азайтыңыз деген кезде бірден телефонды бүгін ұстамаймын деп өзіңізге қарсылық жасамаңыз. Біріншіден телефонды жаймен мынаны істеп алайын деп телефонды жаймен ысыра тұрыңыз. Сөйтіп өзіңізді үйретіңіз. Екіншіден өзіңізге мақсат қойыңыз. Алдыға үлкен мақсат қойыңыз. Ол базовый мақсаттар: үй алу, машина алу, кредиттерін жауып тастау деген мақсаттар, ол базовый мақсаттар. Өйткені сіз ол үлкен мақсатқа жатпайды. Неге базовый? Өйткені сіз қазір тұрып жатқан үйіңіз бар ғой, оның миыңыз айтады, сенде қазір тұрып жатқан үй бар, сондықтан қазір саған үй керек емес деп айтады. Екіншіден, сен машина алу керекпін дейсің, бірақ машинаны сен автобусқа мінсең или таксиге мінген кезде ми айтады, сенде мініп жүрген көлігің бар деп. Ол да тоже сол себепті базовый мақсатқа кіреді. Кредиттерді ол қалай да болса ай сайын сіз төлеп отырсыз. Қалай тауып болсаңыз да оны төленіп отыр, ол жабылып отыр. Сол себепті ол миыңызда тоже галочка тұр. Вот, төленіп отыр, жататын жері бар, жүріп жүр, машинасы бар деген сияқты. Ал сіз егер үлкен мақсаттарға энергияңызды жіберетін болсаңыз, энергияңыз көтеріледі, жоғарыға қарай шығатын боласыз. Сол себепті алдыңызға үлкен мақсаттар қоя біліңіз. Үлкен мақсатты қою үшін алдымен өзіңіз ояныңыз, өзіңізге көңіл бөліңіз. Қандай іспен, немен айналысып жатқаныңызға, алда қандай жоспарлар құрып қойғаныңызға, соларға көңіл бөліңіз. Бүгінгі жоспарыңызды, яғни миыңызда істеймін деп сигнал беріп қойдыңыз ба, соны істеп тастаңыз. Оны ертеңге қалдырмаңыз. Сізге керегі бүгінгі істелген нәрсе бүгінгі күнде бітуі керек. Және де ерте жатуға үйреніңіз. Ол сіздің өзіңізге де, денсаулығыңызға да пайдалы. Және де нелеріңізді тексеріп қойыңыздар, Д3 жете ме, ферритин жете ме деген сияқты денсаулықтарыңызға мән беріп, бір чекаптан, кішкене чекаптан болса да өтіп қойыңыздар. Ал сәттілік, ауырмаңыздар, мақсаттарыңыз көп болсын, энергияңыз таусылмасын, тек жақсылықта жүздесе келейік. Сау, саламатта болыңыздар.